Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар, біз 10 күн 10 тақырып курсының екінші ағымын бастаймыз. Екінші ағымында біз тағы да 10 тақырыпты қарастырамыз. Енді қазір сіздерге түсінікті болу үшін мен тақырыптардың тізімін көрсете кетейін. Біз міне көріп отырғандарыңыздай 10 тақырыпты қарастырамыз бұл курста. Қышқылдық негіздік теориялар, Bronsted Lowry және Льюис қышқыл негіздік теориясы және Арениус теориясын қоса қарастырамыз. Бұл ретте көбіне оқушылар осы ұбт-да биылғы осылардан көп шатасты. Бұл мұғалімдердің НКТ-сында да кездеседі. Екінші буферлік жүйе, сутектік көрсеткіш тақырыбын біз бірінші ағымда да қарастырғанбыз, оны тереңірек қарастырамыз буферлік жүйелер үшін. Одан кейін үшінші ерітінділердің ортасын анықтау, яғни мұнда біз pH мәні арқылы емес, яғни біз тұздар гидролизі арқылы ерітінділердің ортасын, не себепті тұздар бейтарап ортаны көрсетпейтінін түсіндіреміз, кейбір тұздардың. Тотығу тоздану реакциялары, мұнда біз электрондық баланс, иондық электрондық баланс әдісін қарастырамыз. Бұл сабақта, бұл 10-шы сыныпта оқушыларға сіздер түсіндіресіздер. Сондықтан да бұл сабақтың маңызы өте жоғары және НКТ-да да, ұбт-да да кездесетін тақырыптар. Келесі электродтық потенциал гальваникалық элемент, бұл да кездесті. ұбт-да биылғы қосымша топ элементтерінің қасиеттері, яғни D элементтер туралы кешенді қосылыстардың түзілуі, олардың жіктелуі, олардың аталуы, соларды қарастырамыз. Одан химия есептерінің реакция теңдеуінсіз шығару. Одан кейін ерітінділерге арналған есептер, қазір бүгін қарастыратын тақырыбымыз. Одан кейін органикалық химия есептерінің реакция теңдеуінсіз оңай жолмен шығару. Одан кейін органика реакцияларының жүру механизмі деген 10 тақырыпта қарастырамыз. Енді бұл ретте құрметті әріптестер, айта кететін жағдай, мұнда реттілік сақталмаған, біз дәл осы ретпен өтеміз деп ойламаңыздар. Және біз, мысалы, сіздер 9-шы сыныптың оқушысы болсаңыздар, 10-шы сыныптың оқушылары болсаңыздар, біз әлі химияны терең білмейміз, қалай түсінеміз десеңіздер, ол жағынан уайымдамаңыздар. Мен осы тақырыптарды сіздерге толық түсінетіндей ақпаратты беремін. Яғни сіздер химияны қатты білмеген жағдайдың өзінде осы тақырыптарды толық меңгеріп шығасыздар және НКТ-да, ұбт-да осы тақырыптарға байланысты сұрақтар келсе, тесттер келсе, оңай жауап бере алатын боласыздар. Ең бастысы, әрине, бұл ретте математикалық сауаттылықтарыңыз жақсы болу қажет. Хотя бы 10 плюс жинай алсаңыздар, бұл тақырыптар сіздерге проблема тудырмайды. Жақсы, онда әріптестер, жаңа тақырыпты бастамас бұрын оқушылар, давайте чатқа тағы бір плюс қойып жіберіңіздер, сіздерге көрініп тұр ма? 10 күн 10 тақырып ерітінділерге арналған есептерді оңай жолмен шығару деген. Көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр. Жақсы, онда әрі қарай кеттік. Біз бүгін бірнеше тақырыпты қарастырамыз. Яғни, ерітінділерге байланысты бірнеше тақырыптарға байланысты есептер шығарып береміз. Бірінші, әрине, бұл ерігіштікке байланысты есептер. Енді мен сіздерге оңай жолмен лайфхакпен шығару әдістерін көрсетіп кете берейін. Дәстүрлі әдістерін сіздер менен жақсы білесіздер деп ойлаймын. Маған көбіне оқушылар жазылады ұбт-ға, олимпиадаға, неге? Ең бастысы оңай жолын үйрену үшін. Сонымен ерігіштік дегеніміз не? Яғни заттарды белгілі бір еріткіштерді еру қабілетіне байланысты үшке бөлеміз. Ерімейтіндер, аз еритіндер немесе жақсы еритіндер. Енді біздің жағдайымызда иондық қосылыстар туралы айтамыз. Және біз көбіне еріткіш ретінде нені аламыз? Суды аламыз. Заттардың именно суда ерігіштігін. Енді заттардың суда ерігіштігі бірінші әрине еріткіштің табиғатына тәуелді, екінші біз енді еріткіш ретінде суды алатын болсақ, екінші назар аударатын нәрсе температураға тәуелді. Егер де қатты заттар болса, ал газдар болса, әрине қысымға да тәуелді. Енді бізде температураға тәуелдігіне байланысты есептер көбіне 8-ші сыныпта қарастырылады және бұл ұбт-да, НКТ-да кездеседі. Бұған байланыстарды есептерді шығару өте оп-оңай. Мысалы, міне мынау есеп. 80 градустағы 70 грамм қаныққан ерітіндісін 10 градусқа дейін салқындатқанда кристаллогидраттың бертолле тұзының массасын есептеңіз. Тұздың ерігіштігі сәйкесінше 80 градуста 40 грамм, 10 градуста 5 грамм дейді. Енді әріптестер тағы да қайталап айтайын, дәстүрлі әдісін көрсетпей қояйын. Дәстүрлі әдіспен шығаруды білетін шығарсыздар. Мен сразу лайфхакпен көрсетіп кете берейін. Келісесіздер ғой? Әлде дәстүрлі әдісі керек па? Давайте, дәстүрлі әдісі керек болса, минус қойыңыздар, ал егер керек жоқ болса, сразу лайфхакпен болса, плюс қойыңыздар чатқа.
плюс дәстүрлі әдісі керек жоқ дейді. Жақсы. Дәстүрлі әдісін керек жоқ болса, онда сразу лайфхакмен шығарып кете берейік. Қараңыздар, біз жай ғана қатынасы бойынша шығарамыз. Былай дейді, 80 градустағы 70 грамм қаныққан ерітінді дейді. Бізде мына есептің шартында қаныққан ерітінді берілген. Ал мынау бізде ақпараттық данныйлар, яғни бұлар справочный данныйлар. Бұлар яғни 80 градуста 40 грамм еритіні, 10 градуста 5 грамм ерейді. Бұл не деген мағына? Осын түсініп алайық. 80 градуста 40 грамм дегеніміз, яғни 100 грамм суда, H2O-да, 80 градус температурада 40 грамм тұз ерейді деген сөз. 40 грамм тұз ерейді деген сөз. Осыдан шығатын қорытынды, егерде мынау бізде су бізде еріткіш қой. Еріткіш. Ал 40 грамм тұз бұл еріген зат. Ал енді біз осыдан ерітіндінің массасын таба аламыз ғой, масса ерітінді бізде не болады? Масса ерітінді екеуінің қосындысы болады. Сонда 140 грамм болады. 140 грамм болады. Мағына түсінікті ғой? Не мағына беретін? Енді әрі қарай біз қалай шығарамыз? Біз әр қашан мынау ерітіндінің берілген массасының, масса берілген деп алайық, масса берілген ерітіндінің масса нулевой ерітіндіге бөлеміз, қатынасын тауып аламыз. Ол деген сөз не? Яғни нулевой дегеніміз міне мынау. Ал мынау 70 грамм деген ол берілген. Есептің шартында 70 грамм. Бұл 80 градуста беріліп тұр есептің шартында. Ал енді біз жаңа ғана 80 градуста ерітіндінің массасын тауып алдық. Ол мынау 40 граммға 100-ді қосу арқылы 140 грамм. Сонда бізде неше шықты? 70-ті 140-қа бөлсеңіздер 0,5 шығады. Мынау санның қаяқтан шыққан түсінікті ғой. Ал енді не істейміз? Бізге тұнбаға түскен тұздың массасын табыңыздар дейді. Масса тұнбаға түскен табу үшін тұнбаға түскенді былай істей саласыздар. Масса тұнба тең. Мынау 0,5 көбейту жақшаның ішінде 40 азайту 5. Яғни мынау 40-тан мынау 5-ті азайтамыз. Сонда 35 көбейту 0,5 тең 17-де 5 шығады. 17-де 5. Дұрыс жауап Б. Сұрақ бар ма? Әріптестер, давайте мен микрофонды қосайын, тек сабақ аржақтарыңыз шуламасын, өтініш. Өйткені аржақтарыңыз шум болса, бізде ештеңе естілмейді. Жақсы ма? Мен микрофонды қосатын қылайын сіздерге, бірақ сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, сабаққа қатысып, бірақ аржақтарыңыз шуламаса екен өтініш. Қалай шыққаны бойынша сұрақ бар ма? Лайфхак түсінікті ма? Микрофондарыңызды қоса аласыздар, әріптестер. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ, Микрофон қосылып тұр ма сіздерде? Түсінікті дейді. Жақсы. Онда давайте екінші есепті сіздермен бірге шығарып көрейік. Былай дейді. 300 грамм калий селитрасын тазарту үшін қыздыра отырып 200 грамм суда етті дейді. Етінді 10 градусқа дейін салқындатқанда тұнатын тұздың массасын есептеңіздер. Калий селитрасының 10 градустағы ерігіштігі 22 грамм дейді. Енді қараңыздар. Бізде негізі 100 грамм суда есептің шарты бойынша. 100 грамм суда 10 градуста 22 граммы ерейді. 22 грамм. Ал бізде 200 грамм суда қанша грамм еритін тауып алуымыз керек? Бұл әрине X. Осы жерден X-ті тапсаңыздар, бұл 44. 44 грамм ерейді. Ал бізде селитраның жалпы массасы қанша? 300 грамм. Значит, 300-ден азайтамыз нені? 44-ті. Сонда 256. 256 грамм тұнбаға түседі деген сөз.
Көріп отырсаңыздар, ергіштікке байланысты есептер мүлде қиын емес. Давайте тағы да бір есеп. 15 градуста 35 грамм аммоний хлориді еритіні белгілі болса, 15 градуста дайындалған 405 грамм қаныққан ерітіндідегі тұздың массасы дейді. Жаңағыдай не қыламыз? Есептің шартында бізде не берілген? Берілгені ерітінді. Яғни масса берілгеннің масса неге қатынасын табамыз? Нулевойға. Значит, 405-ті бөлеміз неге? 135-ке. 135 қайда шықты десеңіздер, мынау тұздың массасы ғой, оған 100 грамм судың массасын қосамыз. Өйткені ергіштік әрқашан не үшін есептеледі? 100 грамм су үшін есептеледі. Сонда 405-ті 135-ке бөлсеңіздер 3 шығады. Значит, мынау бізде тұздың массасын тап деп тұр, сонда просто 35-ті 3-ке көбейте саламыз. Сонда 105 шығады екен. А жауап. Сұрақ бар ма? Әріптестер? Сіздерде микрофон қосылып тұр ғой, әрі қарай кеттік онда. Давайте онда сіздер былай дейді. 100 градуста дайындалған 765 грамм калий карбонатының қаныққан ерітіндісін 0 градусқа дейін салқындатқанда неше грамм тұз бөлінеді? Егер калий карбонатының ергіштігі 100 грамм суда 155, ал 0 градуста 111 екені белгілі болса дейді. Давайте бірге есептеп көрейік. Ал енді сіздер айтыңыздаршы, мен жазып отырайын. Микрофон қосылып тұрған жоқ дейді. Давайте мен тағы да көрейін, попытка жасап. Разрешите участникам включить. Ал енді көріңіздерші. Қосылып тұр енді. 65-ті бөлеміз 255-ке. Масса берілгені, бөлінген масса нулевой, значит, бізде берілгені 765 грамм бұл ерітіндінің массасы, оны бөлеміз нешеге? 255-ке. 255-ке. Ол қайдан шықты? 100 ылғи су деп айттыңыз ғой бағана. Яғни мен оны сіздер жай қаяқтан шыққан білулеріңіз керек қой, сондықтан сұрап отырмын. 255, ол қате деген емес, дұрыс. Сонда 760 дейсіз, 255-ке бөлсеңіздер 3 шығар екен, Әрі қарай не істейтін? Масса тұнбаныкін табу үшін, масса тұнбаға түскенді. Мынау 3 көбейту жақшаның ішінде мынау 2 берілген санның айырмасын табамыз. 155 азайту 111. Бұл, сонда 44 ба? Көбейту 44, сонда 132 шығады екен. 132. Да жауап. Әріптестер, лайфхакпен түсіндіру, шығару жолы түсінікті ма? Түсінікті. Оқушыларыңызға егер жаңа сілтемені жіберген болсаңыздар, және араларыңызда оқушылар сыныптастарыңызға жіберген болсаңыздар, өтініш айтсаңыздар, iPhone бір нәрсе дегендермен кірсе қабылдамаймын. Былтырғыдай әркім кіріп, шулап, гейм қойып сөйтеді. Ергіштікке байланысты есептер түсінікті ғой, қалай шығаратын. Сіздерге үй тапсырмасы ретінде 10 есеп беріледі, ергіштікке байланысты. Міне, үй тапсырмасы ретінде сіздерге 10 есеп беріледі, сіздер оны өздеріңіз толық шығаруларыңыз керек. Сосын әрине бірінші ағымындағыдай полностью бейне талдаулары беріледі сіздерге. Сол бейне талдауларын көру арқылы толығымен бекітесіздер нелеріңізді қазір. Ctrl F5 қазір. Менде не басылып кетті ғой, шығып кетті ғой. Қазір бір минут. Сіздерге не көрініп тұр қазір? Әріптестердің оқушылар не көрініп тұр? Тест көрініп тұр. Тест. Давайте. Біріншісін шығарып көрейікші. Біріншісін шығарып көрейікші, давайте. Не істейміз? Әріптестер, оқушылар. Былай дейді. Калий нитраты 840-ті бөлеміз масса 170-ке ма? Масса нулевой тең. 840-ті бөлеміз нешеге? 170-ке. Жоқ. 220-ға.
10-ға емес па? Иә, 210-ға, өйткені 110-ға А, қосамыз 100-ді ғой, 210. Сонда неше шығады? 4 шығады, 4 шығады. Әрі қарай 4 көбейту не болады? 15 па? Или 110 ба? 95. 10 азайтылған 15 болады. Иә, 15. 15. Сонда 95-ті көбейтеміз. 95-ті көбейтемін 4-ке, 380 шығады. 380. Болды, бәрі осылай шығып кете береді. Түсінікті ғой в целом? Оңай екен, иә. Жақсы. Сіздерге одан кейін міне үй тапсырмасы беріледі. Үй тапсырмасының осы бейне талдаулары, міне ерекшелікке арналған есептердің уже бейне талдаулар бәрі түсіріліп дайын тұр. Сол Telegram каналға жіберіледі. Бұл уже бөлек Telegram, екінші ағымдығы. Содан көріп әрі қарай жұмыс жасай аласыздар. Қазір 1 минут менде не ашпай қалды. Жақсы, ерекшелікке байланысты есеп түсінікті ғой, сұрақтарыңыз жоқ қой. Әріптестер, кері байланыс беріп отырсаңыздар, сұрақ жоқ. Онда келесі енді ерітінділерге байланысты есептер. Ерітінділерге байланысты есептерді біз екіге бөліп қарастырамыз. Бірінші, ерітінділердің концентрациясын анықтау. Екінші, ерітінділердің концентрациясын өзгерту. Осы екі тақырып бойынша есептерді шығарайық. Енді ерітінділер ол біртекті қоспа екен, жақсы білесіздер. Оларды агрегаттық күйіне байланысты қатты, сұйық, газ деп жіктеуге болады. Әріптестер, презентация көрініп, менің даусым естіліп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Енді бірінші, бұл әрине массалық үлеске байланысты ең көп кездесетін есептер. Енді массалық үлесті мынау формуламен тапсаңыздар да болады, немесе қарапайым массалық үлес бұл пропорция. Бұнда ерітінді ол қоспа, ол 100%-дан тұрады. Значит, бұл 100 грамм, бұл неше пайыз? 100%, бізге 4%-ын табу керек. 4%. Бұл X. Сонда X тең неше болады? 4 грамм болады. 4 грамм тұз, 96 грамм не болады? Су. Е нұсқасы болады. Енді бұл жағдайда мынада пропорция жазып отырудың қажет жоқ. Калькуляторыңызбен просто 4%-ды сразу 100-ге бөлесіз дағыны ойшайы 100-ге көбейте саласыздар. Жауаптарыңыз сол кезде обычно шыға береді. Дальше. Мысалы былай дейді. 600 грамм 30% күйдіргіш натрийдің ерітіндісіне ерген зат мөлшері дейді. Енді зат мөлшерін табу үшін, натрий гидроксидінің зат мөлшерін табу үшін, біз пропорция құрып жатпайық, мынау сразу ойша 100-ге бөліп жібереміз. Сонда 600 көбейту не болады? 0,3 бөлінген күйдіргіш натрий деген, бұл натрий гидроксиді. Значит, натрий гидроксидінің молярлық массасы 40. Сонда 180-ді 40-қа бөлсеңіздер, 4-те 5 шығады. Бұл бізде С нұсқасы. Енді бұл есептер оңай, сондықтан бұны енді оңайлатудың несі жоқ. Әрі қарай. Үшінші, омега табу керек, ненікін күкірт қышқылынікі, H2SO4-тікін. Бұл үшін біз не істейміз? 60 грамм бұл бізде ерген зат, оны 140 пен 60-тың қосындысына 200-ге бөлеміз. Өйткені бізге нені табуымыз керек? Ерген заттың массалық үлесін табу үшін көбіне оқушылар кейде шатасып, суға еріткішке бөліп жүреді. Ол әрине қате. Бізге неге бөлу керек? Ерітіндіге бөлу керек. Сонда 60-ты 200-ге бөлсеңіздер, көбейтсек 100%-ға, сонда 30% шығады. 30%. Бұл Е нұсқасы. Енді бұлар өте оп-оңай, сондықтан да біз бұларға ұзақ тоқталып жатпай қояйық. Әрі қарай. Енді 50 грамм 10% күкірт қышқылының ерітіндісін алу үшін қажет судың мөлшері дейді. Біз енді судың мөлшерін табу үшін, H2O-ны табу үшін істейміз. Ерітіндіміз 50 грамм, одан азайтамыз, 50 көбейту 0,1-ді. Яғни 50-ді 0,1-ге, яғни 10 бөлінген 100-ге бөлсек, көбейтсек, ол кезде еріген заттың массасы шығады. Сонда бізде 45 грамм шығады, 45 грамм. Бізде судың зат мөлшері дейді екен ғой. Значит, зат мөлшерін табу үшін әрі қарай 45-ті 18-ге бөлеміз. Бұл 18 судың молярлық массасы. Сонда 45 бөлу 18, бұл бізде 2-де 5 шығады екен. 2-де 5. Бұл әрине Б нұсқасына сәйкес келіп тұр. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ, жақсы. Сұрақ жоқ. Давайте енді сразу бәрін шығарып кете салайық. 2 моль натрий гидроксиді мен 2 моль суды араластырғанда алынған ерітіндегі натрий гидроксидінің зат мөлшері дейді. Енді натрий OH-ты табу үшін біз не істейміз? 2-ні көбейтеміз 40-қа, яғни зат мөлшерін молярлық массасына көбейтсек массасы шығады. Оны 2 көбейту 40, қосу 18 көбейту 2. Яғни еріткіш пен ерген заттың қосындысына көбейтеміз неге? 100-ге. Сонда 80-ді
80-ді бөлем 116-ға көбейтем 100-ге, сонда 68,96 болады. 68,96. Бұл енді жуықтағанда бұл бізде әрине 69% болады екен. Бұл е нұсқасы. Сұрақ бар ма? Келесі бізге тығыздық берілуі мүмкін. Ерітіндінің көлемі және тығыздық берілсе, ол кезде біз тығыздықты көлемге көбейту арқылы ерітіндінің массасын тауып аламыз. Масса ерітіндінің. Әрі қарай немесе оны орнына қойып шығара салсаңыздар болды. Енді бұл есеп айтарлықтай қиын емес, сондықтан да біз бұған ұзақ тоқталмай қояйық. 1 литр дегеніміз бұл 1000 миллилитр. Значит, біз масса нені тауып алуымыз керек? Масса ерітіндінің тауып алуымыз керек. Ол үшін 1000 миллилитрді 1000-ды көбейтеміз нешеге? 1,12-ге. Сонда 1120 грамм шығады. Енді әрі қарай 1120 грамм бұл неше пайыз? 100%. Ал бізге 224 граммды тап дейді. X пайыз. Осы үшін X тапсаңыздар, әрине 224-ті бөлем 1120-ға көбейтем 100-ге, сонда 20% шығады екен. Бұл бізде Д нұсқасы. Қиын, ештеңесі жоқ. Келесі ерітіндінің концентрациясын анықтаудың түрі бұл әрине малярлық концентрация. Енді қазір мектеп бағдарламасында жаңа бағдарлама бойынша С зат мөлшерін N деп белгілейді, кішкентай, сондықтан да осы жерде мұқият болсаңыздар болған. Әрі қарай қиын ештеңесі жоқ. Бұлай дейді. Көлемі 200 мл ерітіндіде массасы 11,2 грамм калий гидроксиді бар. Ерітіндінің малярлық концентрациясы дейді. Яғни малярлық концентрациясын табу үшін калий гидроксидінің массаны малярлық массаға бөлсек зат мөлшері шығады, оны көлемге көбейтеміз. Мұнда ең бастысы, құрметті әріптестер және оқушылар, көлемді литрмен аламыз. Яғни 1000-ға бөлу арқылы сонда бізде 0,2 литр шығады. Сонда көбейтеміз 56, мынау 56 калий гидроксидінің малярлық массасы көбейту 0,2. Сонда бұл бәрібір бір шығайын деп тұр ғой сонда. 1 мол. Мынау өткен 56 0,2 көбейтсеңіздер 11-де 2 шығады ғой. Сонда бізде бұл Е жауабына сәйкес келіп тұр. Келесі. 250 грамм 250 мл ерітіндіде массасы 6,3 грамм азот қышқылы бар дейді. Азот қышқылы ерітіндісінің малярлық концентрациясы. С-ні табуымыз керек. Ол үшін 6,3-ті бөлеміз 63-ге. 63 бұл азот қышқылының малярлық массасы. Көбейтеміз нешеге? 0,25-ге. Яғни 250-ді 1000-ға бөліп жібердік ойша. Әрі қарай кеттік. Сонда 6,3 бөлу 200 қойбай. 6,3 бөлу 63 бөлу 0,25. Сонда 0,4 екен. 0,4 малярлы. Бұл бізде А нұсқасы. Әріптестер, сұрақ бар ма, оқушылар? Мен асығып атқан жоқпын ба? Просто бұлар оп-оңай болғаннан ұзақ тоқталмай қойын деп отырмын. Егер асықпай шығарыңыздар десеңіздер, асықпай шығарайық. Жоқ, барлығы түсінікті. Оңай есептер. Бұлар оп-оңай есептер ғой, концентрацияны табу прямой. деңгейінің есептері, яғни дайын формуламен шығады. Енді екінші назар аударатынымыз енді ерітінділердің концентрациясын өзгерту. Давайте ерітінділердің концентрациясын қалай өзгертуге болады? Соны түсініп алайық. Бірінші ерітінді, мысалы бізде бірінші М1 деген ерітінді бар, бұның белгілі бір массасы бар, ондағы белгілі бір М1 деген, және омега-1 деген массалық үлесі бар. Біз бұған не қоса аламыз? Біріншіден су қоса аламыз. Су қоса аламыз, екіншіден не қоса аламыз? Тұз қоса аламыз. Немесе, давайте тұз емес, обобщенный еріген зат қоса аламыз, еріген зат қоса аламыз. Бұл бірінші жағдай су қоса аламыз, екінші жағдай еріген зат қоса аламыз, үшінші жағдай дәл осындай не қоса аламыз? Ерітінді қоса аламыз, масса, давайте ерітінді деп жазып қояйық. Ерітінді деп жазып қояйық. Енді осы үшеуі де бір формуламен шығады. Енді омега-1 деген бұл мысалы мынандай болсын. H2SO4-тің, мысалы H2SO4-тің 200 грамм 20% ерітіндісіне мысалы 50 грамм су қоссын, 50 грамм H2O қоссын. Енді бізде 200 грамм бұл М1 болады, ал 20% бұл омега-1 болады, ал М2-міз ол 50 грамм болады. Ал енді омега-2 дегеніміз не дейтін болсаңыздар, әріптестер, бұны да табу мүлде қиын емес. Омега-2 деп отырғанымыз бұл судағы күкірт қышқылының үлесі. Судағы күкірт қышқылының үлесі неше пайыз болады? 0. Дұрыс айтасыздар, 0%. Өйткені таза суда күкірт қышқылы жоқ қой. Сондықтан омега-2-ге не қоямыз? 0%-ді қоямыз да шығара береміз.
Бірінші жағдай түсінікті ма? Егер де суды қосу керек болса, омега 2-міз 0% болады. Екінші жағдайда еріген затты қосатын болсақ, мысалы 50 грамм күкірт қышқылын қосатын болсақ, енді 50 грамм күкірт қышқылындағы күкірт қышқылының үлесі қанша пайыз болады? 100. 100% болады, дұрыс айтасыздар. 100%-ға көбейтеміз. Сондықтан да көрдіңіздер ме, бұл ретте есептердің шығарылу жолдары мүлде қиын емес, барлығын. Өйткені көбіне мектеп бағдарламасында мысалы су қосуда отдельно бөлек бір алгоритммен шығарады, тұз қосқанда мүлде басқа алгоритммен шығарады. Одан кейін мысалы не қосқанда мысалы әрқайсысын 3 түрлі жолмен шығарып жатады. Сондықтан да оқушылар мысалы оны ОБТ-да немесе НКТ-да шатасып жатады. Енді мұғалімдер шатаспауы мүмкін, оқушылар шатасып жатады. Сондықтан да барлығын бір әдіспен шығарып үйренетін боламыз. Яғни біз осы формуланы көп есептердің шығару алгоритміне қолданамыз. Мысалы бірінші су қосу. Былай дейді. Массасы 200 грамм 15% натрий хлоридінің ерітіндісіне 40 грамм су қосылды. Алынған ерітіндідегі тұздың масса үлесін табыңыздар дейді. Енді біз не істейміз? 200 грамм көбейту неше пайыз болады? 15%. Қосу. Енді суымыз 40 грамм ғой. 40 грамм көбейту судағы тұздың үлесі қанша? 0%. Тең. Омега бізде 3-ті тап дейді, көбейту М1-іміз 200, қосу не болады? 40 болады. Сонда 200-ді 15-ке көбейтеміз. 200 көбейту 15, 3000, 3000, 40 0-ге өтсеңіздер 0 болады. Сонда омега 3 көбейту не болады? 240. Омега 3-ті табатын болсақ, 3000-ді 240-қа бөлеміз. 12-де 5 шығады. Болады. Түсінікті ма? Әріптестер, түсінікті ма? Жақсы, давайте мынаны шығарып көрейік. Су ол всегда жойылып кетіп отырады, короче. Түсінікті ғой? Егер су болса. 250 көбейту 6%, қосу 50 көбейту 0%, тең омега 3 көбейту 250 қосу не болады? 50. Омега 3 тең сонда 250-ді көбейтем 6-ға 1500, 1500 бөлу 300 болады. Сонда ол 5-ке тең. Кез келген ерітіндіге суды қосуға арналған есеп шығару түсінікті ма? Түсінікті. Давайте, мынаны енді өздеріңіз шығарып көріңіздер, сосын әрі қарай кете берейік. Сіздер айтып өтсеңіздерші, мен жазып отырмын. 240 көбейту 20, 240 көбейту 20, қосу қосылған 160 көбейту 0, көбейтілген 0. Омега көбейтілген 400 ба? 240, массалардың қосындысы, 240 қосу 160, дұрыс айтасыздар. Сонда 240-ті көбейтем 20-ға 4800, 400 омега 3 болады. Сонда омега 3 тең 12 шығады, шапты. 12 шығады. Бұл ашау. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ, түсінікті. Сұрақ жоқ, түсінікті. Екінші тұз қосу. Тұз қосуда дәл осы, міне мынау негізі дәстүрлі шығару әдісі мынадай бірнеше сатыдан тұрады ғой, көрдіңіздер ме? Бірінші еріген заттың массасын тауып аламыз, сосын еріген затқа да тұз қосу, еріген затқа массасы да артады, етіндінің массасы артылады, сөйтіп шығарады обычно. Ал енді лайфхакпен жаңағыдай шығарып кете береміз ғой, бәрі бір стандартты. 180 грамм 8% натрий хлоридінің ерітіндісіне 20 грамм натрий хлорид қосылды, етіндідегі натрий хлоридінің масса үлесін есептеңіздер. Бұл енді мектеп кітабынан алынған есеп қой. Сонда омега 1-іміз 180, 180 көбейту 8%, қосу. Енді бізде тұр ғой. Сонда 20 көбейту неше пайыз болады? 100% болады. Солай емес пе? Натрий хлорид. Өйткені натрий хлориді бұл тұз ғой. Тұз ол өзі 100% өзінен тұрады ғой. Солай емес пе? Бәрі логика. Су жоқ құрамында. Омега 3 көбейту не болады? 180 қосу 20 болады. Яғни массалардың қосындысы, екі массаны. Сонда омега 3-ті табу үшін тең. Мынау 180-ді 8-ге көбейтіп жіберейік. 180 көбейту 8, 1440 қосу не болады? 2000 бөлу 200.
Сонда оған қосам 2000-ді, бөлемін 200-ге. Сонда 17-де 2 шығады екен. Әрине ол пайызбен шығады, мында граммен қате беріп қойған, енді пайыз ғой. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ, кеттік онда. Давайте, енді сіздер айтып отырыңыздар, мен жазайын. 150 көбейтілген 20. Көбейту 20, қосу. Қосылған 50 Көбейтілген 100. пайыз, иә. 30, көбейту. Тең болды. Омега көбейтілген 150, 200 сразу. қосу 50, 200 деп сразу жазсам. Қосылған 150 көбейту болады, иә. 3000, мынау 3000, қосу 5300. 5000, 5000, 5000. 200. Тең омега 3. 200. Тең омега. Сонда, в общем, Ол тең. 8000-ді 200-ге бөлсеңіздер 400 бола ма? 40% болды. 40. Түсінікті ма? Түсінікті. Давайте. Мынау енді кері есеп. Былай дейді. 28% ерітіндісін алу үшін оның 240 грамм 10% ерітіндісіне қосылатын тұздың массасын тап дейді. Енді 240 грамм, 240 көбейту 10%, 10%. Қосу, біз енді тұздың массасын білмейміз ғой. Оны М2 көбейту неше пайыз болады? 100% болады. Солай емес пе? 28%-ді ерітінді алуымыз керек. 28% көбейту не болады? 240 қосу М2. Көрдіңіздер ме? Бір белгісіз айнымалы, бір теңдеу. Бұны шығара аламыз ғой, солай емес пе? Сонда 2400 қосу 100 М2 тең 28-ді көбейтем. 28 көбейту 240-ға жақшаның ішін ашам ғой. 6720 қосу не болады? 28 М2 болады. Енді мәндері бірдейлерді бір жаққа жинаймын. Сонда 6720-дан азайтам 2400-ді. Сонда 43020 тең 100-ден 28-ді алып тастаймын, сонда 62 М2 болады. Енді осы жерден М2-ні таба аламын ғой, солай емес пе? 4320-ны бөлем 62-ге. Сонда қай жерден қаша кеттім? 72 болады. 72 болады, дұрыс айтасыздар. 72 болады. 40. Бір сұрақ қойсам бола ма, ағай? 28%-ді 240-қа көбейтеміз, сосын М2-ге көбейтпейміз ба? Жақшаның ішіндегі. Мынаған көбейттік, 6720 шықты. Мынаған көбейттік, 28 М2 шықты. Все, рахмет. 28 М2 теңдіктің сол жағына өткенде азайтылды, сонда 72 М2 шықты. 72 М2-ні 4320-ға бөлдік, сонда 60 болды. Жауабымыз 60. Болды. Бәрі бір стандартты жолмен ғой. Бұндай, яғни, в общем, былай ғой әріптестер, ұбт-ға оқушы дайындайтын болсаңыздар, уақытты үнемдеу үшін оқушылардың іс-әрекетін дуавтоматизмге жеткізу керек қой. Вообще іс-әрекеттер вообще ойланбау керек, тез-тез шығарып кете беру керек. Стандарттап тастау керек, көрдіңіздер ме? Сонда мысалы оқушы ерітіндіні сұйылтқанда да, ерітіндіні неғанда әрқайсысын әртүрлі алгоритммен емес, бәрін бір алгоритммен шығарып кете береді ғой, короче, бір формуламен. Ең бастысы мына математикада теңдеу құрастыру ғой, соны ары қарай теңдеуді шығара алса болған. Ары қарай кеттік онда, жалғастыра берейік. Енді екі ерітіндіні араластыру ол вообще болмайды. Мысалы былай. 120 грамм 10%-ді натрий сульфатының ерітіндісіне 200 грамм 4% ерітіндісін қосқанда алынған натрий сульфатының үлесін, масса үлесін табыңыздар. Бұл вообще болмайды. 120-ны көбейтеміз нешеге? 10%-ға. Қосу 200-ді көбейтеміз 4%-ға. Тең омега 3 көбейту не болады? 120 қосу 200. Болды, осы жерден омега 3-ті таба саласыздар, болды. Мынауымыз бізде 1200, мынауымыз 800, мынауымыз 320 ма? 320 тең. Сонда 2000-ді бөлем 320-ға. 6-да 25. Болды, қиын ештеңеміз. Сұрақ бар ма? Жоқ. Бұл енді бәрі стандартты, сондықтан да мынада да 200-ді 13-ге көбейтеміз, 300-ді 8-ге көбейтеміз,
екеуінен шыққан санды 200 бен 300-дің қосындысына бөлеміз, жауап шыға береді. Короче. Ең бастысы өздеріңіз қалай тексереміз десеңіздер, дұрыс жауап 13-тен кішкентай болу керек, 8-ден үлкен болады. Мына жерде дұрыс жауап 10 ғой, короче. Басқа ешқайсысы келмейді. Әріптестер, онда давайте қазір бізде 1 минут уақыт қалды. Мен завершитті басамда дәл сол сілтеме арқылы қосылыңыздар, өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып, өйткені iPhone не дегендерді қабылдамаймын. Сосын біз қазір дәл осы лайфхак әдіспен кристалл гидратқа байланысты есептерді шығарып үйренеміз. Жақсы ма? Ол да НКТ-да, ОБТ-да кездесетін есеп. Сразу қосылыңыздар, жалғастырамыз әрі қарай.